Аймақта Қазақстан жерінің табиғи келбетімен құлпыра астасып жатқан бұл өңірдің тұмса табиғаты бір көргеннен көздің жауын алып, көңілді баурап ала жөнелетін әсем көркімен ерекшеленеді. Қай жағына қарасаңыздар да шоқ-шоқ қайыңдарды көресіздер. Қыс мезгілінде біздің өңірімізден сілеусінді кездестіруге болады. Сілеусін негізінен Түмен облысынан келеді, ақ қояндарды іздеп келеді. Көріп тұрғандарыңыздай ақ қоянға шабуылы. Қыстайтын өңір құстары сарнауық торғай, боз торғай, ақ құр бізде білесіздер түсін өзгертеді, жазда сұрлау болып келеді, біздің өңірімізде тұрақты мекен етеді. Сілеусіндер, ақ поляр жапалағында біздің өңірімізден кездестіруге болады. Біздің заманымызға дейін 5 миллион жыл бұрын өмір сүрген жануарлардың сүйегі табылған, олар негізінен Есіл өзенінің жағалауынан табылған. Айтып өтетін болсақ, мамонттың тұмсығы табылған 80-ші жылдары. Яғни бұл нені дәлелдейді? Осы мамонттың біздің жерімізде өмір сүргендігін дәлелдейді. Мамонттардың салмағы 6 тоннаға дейін болған, биіктігі 3,5 метрге дейін жеткен, терісі өте қалың болған, қалың майлы болған, яғни сол кезеңдердегі суықтардан қорғауға көмектескен. Мамонттың серігі жүндес мүйіз тұмсықтың да жауырын сүйегі, бас сүйектері табылған. Сонымен қатар ол кезеңдерде өмір сүрген ірі еліктердің де мүйізі табылған. Бұғының мүйізі көріп тұрғандарыңыздай, ол кездерде өте алып болған, мүйіздерінің ара қашықтығы 3 метрге дейін жеткен екен. Әрине қазіргі таңда бұндай бұғылар сақталған жоқ. Одан әрі ұзын мүйізді бизонның да бас сүйегі табылған. Бұлардың барлығы түпнұсқа, оригиналы яғни. Мезгілінде біздің ормандарымыздан бұланды кездестіре аласыздар. Бұландардың жалпы ұзындығы 3 метрге дейін, биіктігі 1,5 метрге дейін жетеді. Көру қабілеті нашар, тиісінше есту және ес сезу қабілеті өте жақсы дамыған. Одан әрі борсық білесіздер, майы өкпе ауруларына ем, еті харам, жеуге жарамайды, терісінен түрлі щеткалар жасайды. Қырғи деген құсты да біздің өңірімізден кездестіре аласыздар. Жыртқыш құс, оны аңшылықта да қолданады. Қазақ халқында келеңсіз жайттар болғанда айтады, қырғидай қырып, қырғидай тыйып деп. Осыдан біз қырғи құстың қаншалықты алғыр өжет екендігін байқаймыз. Өңіріміздің құрғақ далалы жерлерінде саршынақтар мекендейді. Саршынақтар жылдың біраз бөлігін ұйқыда өткізеді. Одан әрі қарсақ, түлкітектеске жатады. Қасқыр негізінен Ақмола, Қостанай облыстарында кездеседі. Меңіреу болғандықтан, яғни меңіреу деп атаған екен. Одан әрі түктаяқ тілеміш, ол негізінен тундрадан келеді біздің өңірімізге. Сонымен қатар мына жақ бетте жапалақтардың біздің өңірімізде әлі күнге дейін мекен ететін жапалақтардың ең үлкен және де ең кіші түрлерін көре аласыздар. Олардың түрлеріне сай атаулары да солай болған. Мысал үшін сақалды жапалақ, сақалы болғандықтан құлақты жапалақ, ұзын құйрықты жапалақ. Біздің өңірімізде жарқанаттар да кездеседі. Ботайлықтар 200-300-ге жуық тұрғын үй тұрғызған. Көріп тұрғандарыңыздай тереңдігі 70-80 см котлован қазған, қабырғасын балшықтан сылап, төбесін ағашпен конустар іздесетіп салған, оның үстін терімен шырмен жапқан екен. Үйлерінің ортасында үй жылыту мақсатында ошақ болды. Көріп тұрғандарыңыздай. Олар осындай тұрғын үйлердің саны жалпы 200-300-ге жуық осындай тұрғын үйлер табылған. Осы ботайлықтар әлем бойынша жылқы малын қолға үйреткен алғашқы тайпа деп, оны біздің археологтарымыз барлығы да дәлелдеп отыр. Шетелден де археологтар келді, зерттеді барлық жаңағы осы жылқы малының сүйектерін. Осылайша ботайлықтар алғаш жылқы малын қолға үйреткен тайпа деген шешімге келіп отыр. Одан әрі мына жерде бас сүйегі, бұл ер адамның бас сүйегі дейді. Бұл жандары бойынша бұған қарасаңыздар екі тесікті байқауға болады. Бұл яғни сол кезеңдегі алғашқы хирургиялық операция деген бұл жан бар. Немесе бақсы балгерлердің қолданған әдіс тәсілі дейді. 14 жастағы ер балаға жасалған екен. Олар яғни қола дәуірі біздің заманымызға дейін 2-ші мыңжылдық. Бұл кезеңде біздің өңірімізде Андронов мәдениеті болған. Олар 4 түлік малды қолға үйреткен және де егіншілікпен айналысқан. Егіншілікпен айналысқанда көріп тұрғандарыңыздай алғашқыда қолмен жер жыртып, кейін өгіздерді қолданған.
Тасты дән ұсатқыш, яғни ол кезінде диірмен болған жоқ, көріп тұрғандарыңыздай осындай тастармен дәндерін ұсатқан екен. Қола дәуірі кезеңіндегі жерлеу рәсіміне келетін болсақ, олар өртеп жерген немесе адамды бүк түскен қалпында орға жатқызған екен. Не себептен бүк түскен қалпында? Өйткені ана құрсағындағы сәби бүк түскен қалпында болады, яғни дүниеге солай келеді. Ал кісі о дүниеге аттанғанда бүк түскен қалпында, яғни одан әрі өмірін о дүниеде жалғастырады деген сеніммен бүк түскен қалпында жерлеген екен. Сонымен қатар өзімен бірге ас су құралдарын бірге көмген. Не себептен? Өйткені о дүниедегі өмірде ол ас су құралдарының барлығы қажет болады деп. Тағы бір енді болжамдар ғана барлығы. Тағы бір болжамдар бар. Мысалы үшін егер ерлі-зайыпты қаза тапса, олардың екеуін бірге көмген екен. Бірге барлық ас су құрал жабдықтарын бірге, яғни о дүниеде де одан әрі бақытты өмір сүрсін деген болжаммен. 1928 жылы Бармашин ауылының жанында қола қазанда болған екен. Бұл қола қазан біздің музейіміздің ең құнды жәдігерлерінің бірі. Оны тапқанда төңкерілу күйінде болған және іші толы қазына болған екен. Ол кезінде біздің музейімізде қор болған жоқ ондай қазынаны сақтайтындай. Сол себептен оның ішіндегі қазына Мәскеудің орталық музейіне тапсырылған екен. Бірақ енді қазына дегенде жартылай болған екен. Бұны жұмысшылар негізінен алып болған екен. Олар жан-жақтан енді ұрлайды ғой. Сосын қалған қазынамен солай. Бұл негізінен скиф сарматтар қолданды дейді. Қолданды деген болжам бар, тамақ пісіру мақсатында. Мінекей 90 жылдан астам уақыт бойы біздің музейіміздің ең құнды жәдігерлерінің бірі. Одан әрі Покровка селосының маңынан табылған жас жауынгердің сүйегі. Не себептен жас жауынгер? Өйткені бойы 2 метрдей болған, тістері сау болған, және де өзімен бірге барлық қару-жарақтары бірге табылған. Ғасырларда Қазақстанға ислам діні ене бастайды. Ислам дінін насихаттаушылардың бірі Қожа Ахмет Яссауи. Қожа Ахмет Яссауи уағыздаған Түркістан қаласын шағын Мекке деп атады. Сіздердің алдарыңызда 19 ғасырға жататын Құран, мұсылмандардың қасиетті кітаптарының бірі Таспих құрма сүйегінен жасалған, намаз оқу мен бас июді есептеуге арналған 18 ғасырларға жататын рәсімдік қола ыдыстарды да көре аласыздар. Одан әрі атақты біздің Керей мен Жәнібек білесіздер, Керей мен Жәнібек Әбілқайыр хандығынан бөлініп батыс Жетісуға көшіп 1465 жылы Қазақ хандығын құрған болатын. Одан әрі Жәнібектен кейін Қасым ханның атақты Қасқа жолын білесіздер, Есім ханның ескі жолы. Осы Қасым ханның Қасқа жолын, Есім ханның ескі жол заңдар жинағын қосып, құм дауы, жер дауы тарауды қосып, 7 жарғы заңдар жинағын шығарған атақты біздің Тәуке ханымыз. Тәуке ханның тұсында 3 биге сүйенді білесіздер: Төле би, Қазбек би және Әйтеке би. Осы 7 жарғы заңдар жинағының мәтінін қағаз бетіне түсірген біздің жерлес жырауымыз Қожаберген жырау сіздердің алдарыңызда. Әрине, ол кезеңдердегі батырларымыздың қорғанышы олардың киімдері болды. Солардың бірі сауыттардың салмағы 10 келіден 60 келіге дейін барған екен. Бұдан біз сол кезеңдегі батырларымыздың қаншалықты мықты болғандығын байқауға болады. Одан әрі біздің музейіміздің құнды жәдігерлерінің бірі 17 ғасырға жататын дулыға. Бұл дулыға Ахмет Жақыпұлының дулыға, оны айналдыра арабша жазуды байқауға болады. Яғни бұл Мұхаммед пайғамбар әрқашан сенімен деген. Яғни бұл сөздердің өзі әрине ол батырларымызға күш жігер, қуат берген екен. 1807 жылы біздің бекініске Петропавл қаласы деген атауды берді, ал 1842 жылы Петропавл қаласының алғашқы елтаңбасы шықты 19 желтоқсанда. Көріп тұрғандарыңызда елтаңба 2 бөліктен тұрады. Жоғарғы бөлігінде Тобыл губерниясының елтаңбасы, өйткені сол кезде Тобыл губерниясының құрамында болдық. Төменгі жағында жүк артылған түйе және де қазақ деген. Яғни бұл сол кезеңдегі сауда-саттықтың дамығандығын көрсетеді. Музейіміздің ерекше әсем жәдігерлерінің бірі Ыдырыс қажының орындығы. Бұл орындық бірде-бір шегесіз жасалған, өгіз тудың мүйізінен жасалған екен. Ыдырыс қажы деген бай болған. Ол кісінің ұсақ қара малын санамағанда 900 жылқысы болған екен. Ол кісі сол жылқысының санын 1000-ға жеткізгісі келген екен. Өкінішке орай жеткізе алмаған. Сол себептен халықта мынандай
мынандай яғни сөздер қалған екен. Саны мыңға жетпеген, 900-ден кетпеген деп осы ыдырыс қажының жайында. Бұны біздің музейімізге ыдырыс қажының Венера есімді немересі сыйға тартқан екен. Қазақтың зергерлік бұйымдарына келетін болсақ, шолпылар. Шолпылардың ол кезеңде салмақтары 3 келіге жеткен екен. Шолпылар көбіне зергерлік бұйымдардың барлығына назар аударсаңыздар, барлығы күмістен жасалынған. Не себептен? Өйткені күміс білесіздер бактерияларды өлтіреді. Соның өзін ата-бабаларымыз ол кезден білген екен. Осы күмістің қасиетін. Сонымен қатар күміс ол қарапайымдылықты да білдіреді. Осы шолпыларды қыз балалардың шашын өріп ұшына таққан. Шолпының сылдырынан тіпті бұрынғы заманда аталарымыз өздеріне жар таңдаған екен. Мысалы үшін киіз үйдің ішінде отырған ер адам, сырттан шолпысын сылдырлатып қыз бала келе жатса, шолпы сылдырлап келе жатса, яғни сондай бір ашушаң қыз деп. Ал егерде сондай бір әсем, әуендетіп сылдырлатып келе жатса, сыпайы, мінезді қыз екен деп осылайша өздеріне жар таңдаған екен. Сонымен қатар 3 келіге дейін жететін салмағы ол қыздың дене бітімінің түзу ұстауына көмек көрсеткен екен. Және де қазіргі таңда мысалы үшін қыз балалар шаштарын жалбыратып жүруді сәнге айналдырды, ал бұрынғы заманда тек қана жесір әйелдер ғана шаштарын жалбыратып жүрген екен. Одан ары зергерлік жиынтық көріп тұрғандарыңыздай, сақиналардың бірнеше түрі, құдағи жүзік, қыз мұрын жүзік. Құдағи жүзікті қыз баланың анасы, яғни қызы тұрмысқа шыққанда құдағиына 1 жылдан соң ғана сыйға тартқан екен. Не себептен 1 жылдан соң? Өйткені енесі өз қызындай қараса ғана, сол кезде ғана, яғни менің қызымды өз қызыңыздай көрдіңіз деп сыйға тартқан. Сіздердің алдарыңызда ерекше самаурындардың бірі. Мінеки бұл самаурын 2 бөліктен тұрады. Бір жағында ботқа пісірілсе, екінші жағында шайға айнатылған, яғни екеуі біреуінде болады. Сіздердің алдарыңызда біздің елордамыз Астанадағы әсем әмбебап ғимараттар сана бастады. Соның бірі бәйтерек. Бұл дүниеде жоқ әмбебап ғимарат. Оның биіктігі 97 метр. Не себептен 97? Өйткені 1997 жылы білесіздер елордамыз Алматы қаласынан Астана қаласына ауысқан жыл, яғни тарихтың жаңа бір кезең нүктесі. Оны салу идеясы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтікі. Мына жақ бетте көріп тұрғандарыңызда елбасымыздың портреті. Бұл портретті біздің жерлесіміз Александр Шумов деген кісі салған. Бұл портреттің ерекшелігі қай жағынан қарасаңыздар да елбасымыз сізге қарап тұрады. Яғни бұл біздің суретшіміздің шеберлігі. Жеті атасын білген ер, жеті жұрттың қамын жер. Жеті атасын білмеген жетесіз дейді. Жеті атасын білмеу ол қазаққа мүлдем жат, ят нәрсе болады. Елбасымыз өзінің жеті атасын бала кезінен білген, жеті емес тіпті 12-сін білген. Сіздердің алдарыңызда елбасымыздың ата-бабасының шежіресі. Айтып өтетін болсақ, Шапрашты, одан Кеңес Қожа, Тоқтар Алтынай, 9-шы атасы Қарасай батыр болған, қазақтың қаһарман батыры. Одан ары Көшек, Айдар, Мырзатай Кенбаба, Еділ Сапақбай, Назарбай Әбіш. Елбасымыз 1940 жылы Алматы облысының Үшқоңыр жайлауында дүниеге келді. Елбасымыздың есімін әжесі Мырзабала қойған екен. Әжесі айтқан екен, Алланың 99 есімі бар. Оның бірі Нұр болса, екіншісі Сұлтан. Менің алақанымдағы аяулы немерем осы екі есімге де ие болсын деп Нұр-Сұлтан деп қойған екен. Елбасымыздың ата-анасының, туған бауырларының фотосуреттері. Елбасымыз оқу жылын 1947 жылы Фурманов атындағы орта мектепте бастайды. Кейін бұл мектеп жабылып, одан ары оқуын Абай атындағы орта мектепте жалғастырады. Елбасымыздың мына жерде әрине барлығы көшірме фотосуреттер, сыныптастарымен, достарымен түскен фотосуреттері және де табелін көре аласыздар. Елбасымыздың 9-шы ата-бабасының бірі Қарасай дедік. Қарасай батыр қазақтың қаһарман батыры. Қарасайдың досы Ағынтай екеуі 200-ге жуық жауынгерлік жорықтарға қатысқан, үнемі жеңіске жетіп отырған. Өкінішке орай, осы біздің солтүстік Қазақстан облысының Айыртау ауданының маңында болғанда екеуі бірдей ауыр қатты жарақаттанды. Сол жерде қаза тауыпты. Енді қазіргі таңда осы Қарасай мен Ағынтай батырлардың мемориалдық кешені Мәдениет ауылында, яғни Айыртау ауданының Мәдениет ауылында орналасқан. Сонымен қатар осы біздің Петропавл қаласында Погодин театрының алаңында Ағынтай мен Қарасай батырларға арналған
арналған ескерткіш орнатылған. 1999 жылы ашылуы болды. Ашылу салтанатында елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев та қатысты. Бұл ескерткіштің жалпы биіктігі 4,5 метрге дейін жетеді, салмағы 4 тоннаны құрайды. Атақты ұшқыш ғарышкерлеріміз Викторенко мен Шаталов. Сіздердің алдарыңызда Викторенконың жаттығу костюмы. Бұл жаттығу костюм біздің музейімізге арнайы өзі сыйға тартқан болатын. Сонымен қатар мына жердегі сол ұшқыш ғарышкерлердің әл-ауқатын көре аласыздар. Олардың сақтау мерзімі ұзаққа дейін болған екен. Ең алғашқы шығарылған теледидарлардың бірі КВН 49. Не себептен КВН? Кейбіреу айтады КВН мен ауыстырып жатады. Көңілді бірақ бұл, яғни оның құрастырушылары Кенкистан, Варшавский және Николаевский сол кісілер болғандықтан, осылай КВН 49 жылы шығарылған болатын. Ең алғашқы теледидар, бұның диаметрі 18 сантиметр ғана болған екен. Сол себептен оны көру үшін әрине алдына линза қойған, ол линзаға су құйып солайша көрген екен. Өте ыңғайсыз болған. Кейін әрине, мысалы үшін сіздердің алдарыңызда Знамя теледидары, бұл 20 ғасырдың 60 жылдары шығарылған алғашқы теледидардың бірі. Одан әрі Чайка, Рекорд теледидарлары шығарылған. Біздің музейімізде 28 ақпан күні көрме ашылды. Бұл Астанада Экспо 2017 халықаралық көрмесінің өтілуіне байланысты және де Петропавл қаласының 265 жылдығына арналған көрме. 20 ғасыр болашақ технологияларға көпір атты. Бұл көрмеге келушілер ескі тұрмыстық техникамен, оның даму және жетілдігімен танысады. Әрбір келуші уақытты тоқтатып, өткеніне көз тастауға мүмкіндік алады. Жастар жаңа ғылыми технологиялық революцияның жетістіктерін 20 ғасырдың екінші жартысындағылармен салыстыра отырып, прогрестің қаншалықты алға басқандығын көре алады. Ересек адамдарды әрине сағыныш сезімі билейді. Өйткені көрмеде қойылған заттар ол кісілердің балалық жастық шағын есіне түсіреді.